Мынау есекмия деген өсімдік, дәрілік өсімдік. Жақында көрсетсең болады, жапырағы осындай болады. Мынаның тамыры слишком төменде жатыр, тереңде жатыр. Тамырын қайнатып барып ішу керек. Емдік мақсатта қан аздық болса, анемиямен ауыратындар осыны ішу керек. Ескеретін жайт, бала көтерген, бала емізетін және де кішкентайларға беріп жүрмеңіздер. Және де нормасымен ішу керек. Мысалға, сіздер забартына салған кезде де нормасымен саласыздар ғой. Сол сияқты бұны аз-аздан бастап ішесіздер. Бұл қанды кәдімгідей көбейтеді, иммунитетті көтереді. Одан да бөлек қандай да бір пайдасы бар болса, жазыңыздар. Және де мынаны есекмияны сіздер жақта қалай атайды? Бізде оңтүстікте есекмия дейді. Біз өзіміз сол арықтың бойы, мына жерде арық бар, арықтың бойында өсереді, каналдың бойында өседі. Жаңа жазда, қазір уже гүлдеп пісіп гүлдеп қойған. Уже бір-екі аптадан бастап қазып алып, жаңа шайға қайнатып іше берсеңіздер болады. Солай есекмия жайында. Мынау видео пайдалы болса, туыстарыңызға WhatsApp-тағы чаттарға жіберіңіздер, және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар.